Жалған конкурстар. Алаяқ құрбаны болудан қалай сақтануымыз керек? Қазіргі блогерлер аудиториясын кеңейтіп, тауарын өткізу үшін әлеуметтік желіде түрлі байқау ұйымдастырып жүр. Кейінгі кезде жалған конкурсқа қатысып, алданып қалғандарды бақтан да жиі байқаймыз. Танымал адамдар ұйымдастырған кей байқау шынайы өтпесе де, адамның уақытын алып, бос үміттендіргеннен басқа зиянын тигізбеуі мүмкін. Ал алаяқтар қандай байқауды жиі өткізеді? Мысалы, мұғалімдердің чатына белгілі компанияның 20 жылдық мерейтойына орай Инстаграмда бағалы сыйлықтар таратылатыны хабарланды. Байқау ережесін сілтемеден білуге болады. Ермек мұғалім көптен бері ноутбук алғысы келіп жүреді. Қуанып байқауға қатыспақ болып сілтемеге өтті. Ондағы парақшаның аты, компанияның атауы. Ереже бойынша парақшадағы бір жазбаны репост жасап, биодағы сілтемеге өтіп, жеке деректерді енгізу қажет. Ермек мұғалімге ол қиынға соқпады. Еш күмәнданбастан тегін сыйлықтарға қызығып, сұраған дерегінің бәрін енгізді. Ермек мұғалім тұзаққа түсті. Себебі ол жеке дерегін алаяқтың қолына өз қолымен жазып берді. Осылайша алаяқтар деректер базасын жасап, басқа бір алаяққа сатады, немесе өз пайдасына қолданады. Телефоныңызға бейтаныс адам хабарласып, банк картасын сұрап, немесе несиеңізді жауап бергісі келсе, таңқалмаңыз. Ол алаяқтың өзі. Әлеуметтік желідегі байқауға қатыспа дей алмаймыз. Тек бірінші кезек қауіпсіздігіңізді ойлаңыз. Егер танымал компания байқау өткізсе, атауының дұрыс жазылуына, парақшасындағы өзге де жазбаларға мән беріңіз. Компанияның ресми парақшасы екеніне көз жеткізіңіз.